Арғы мерген. Бұрынғы өткен қазақ заманында бір арғы мерген деген мерген шыққан екен. Қазақ қарияларынан естуімше, оның өзі ылғи қылатын кәсібі аң аулап, сол алған аңдардың етін жеп, сонымен күн көрсе керек. Өзі әбден жаңкешті болып алған, басы қайдауса сол жаққа мылтығын иығына салып кете беретін болған. Енді мұның сыры жұртқа да айқын. Бір күні қос құлаңын алып елсізге, аңнан басқа еш ел жоқ жаққа кетеді. Сол кеткеннен 2 жыл жүріп қайтып келіпті. 2 жыл жоғалып кеткен адам қайтып келгеннен соң ауыл қариялары жиылып келіп, "Шырағым Арғыжан, сен 2 жылдан бері далада жүріп не сыр көрдің?" деп сұрайды. Арғы кең байғұс көрген білгендерінің бәрінде сайрай бастайды. "Мен кеткеннен бері адам көрмеген 2 оқиға көрдім" дейді. Біреуі, күнде аң аулап келіп жататын жеріме алып келген аңдарымның етін қайнатып отыр едім. Қас қарайып қалған еді, атымды дөңнің басына байлап қойғанмын депті. Одан әрі уақиға бұлай болған екен. Аты үшін тарта пысқырып, күнде мұндай сыр бермейтін аты бүгін танауын тартып осқыра берген соң, арғы кең батырда жан жағына қараса, қараңда апсылдырап біреу келе жатыр екен. Бұл орында отыра береді. Сол арада жаңа қарайып келе жатқан бір жас әйел екен. Қасына келіп отырады. Арғы кең етін түсіріп енді асты жеуге келеді. Үйіне келген мейманға қызмет қылайын деп қолына құмған дала жүгіреді. Ол "Өзім жуамын" деп теріс қарап жуады. Екеуі асты орта қалып жейді, бірақ әйел қолын көрсетпей жеңімен тасалап жейді. Және жеген уақытта қол табақ түбіне тисе тақырлайды. Арғы мерген сүйек кемірейін десе, "Асылды асылға салмаңыз" дейді. Айтқан жауабының болғаны сол. "Енді кетер мезгілге келген соң неге келдіңіз?" дейді арғы. Әйел, "Ауылымыз көшіп келіп еді, отқа келдім" дейді. Отын алып кетеді. Кеткеннен соң арғы екен, "Бұл пәле ғой, маған дос емес қой" деп үйінен ор қазып, төрдің алдына томарды жатқызып қояды. Түн жарым болғанда жануар торғасқа және де пысқырады. Сол арада манағы әйел келіп отқа қолын көсіп, "Арғы мерген сен бе?" деп томарға қолын салады. Арғы мерген десе, "Арғы әкекенсің ғой шіркін" дейді. Арғы кең мылтықты басып салады. "Ойбай" деп ұра жөнейді. Жаңағы жерге жарық қылып қараса, бір қолын оқ жұлып алып қалған екен. Қараса алтын қалтасына салып алады. Енді таң атты. Бұл жерден көтеріліп басқа жаққа кетеді. Және де арадан неше күндер өткеннен соң бір күні аң аулап жүріп көлдің басына келеді. Көлдің жағасында бір әйел отыр екен. Бара соған арғы кең асылып қалады. Біраздан соң тұрып қараса, жаңағы қатыны басына құстар саңғып тастаған томар екен. Арғы кең, "Өу, мен далада жүрген екенмін ғой" деп енді елге қарап жол тартты. Елге қайтып келе жатып бір шәһәрдің үстінен түседі. Келіп шәһәрдің ішін аралап қараса, адам жоқ. Аңырап тұрған бір там, ең шеткі тамда бір қыз отыр. Екеуі сол арада көрісіп жыласып табысады. Енді екеуі ерлі қатын болып жүреді. Арада неше күндер өткен соң, сол уақытта атам қазақтың ішінен бір қожайын саудагер деген шыққан екен. Ол өзі көрмеген пәлесі жоқ екен. Арғы кеңнің бақытына сол кездесіп жаңағы жерде жолығып амандасып болған соң арғы мергенге айтады, "Шырақ, сенің қатының айдаһар екен" дейді. "Ертерек құтылу қамына кіріспесең өзіңді жұтып қояды" дейді. "Қалайша білдіңіз" дейді арғы. "Үйіңе барып аузына қара, айдаһардың 4 түсі болады, және де кіндігі жоқ болады" дейді. Үйіне барып қараса, қожекеңнің айтқан жерінен шығады. Қайтып келіп, "Енді мұның қалайша құтыламын" дейді. "Мұнан құтылу үшін үйіңе барып алда" дейді. "Менің көбелім бар, соған барамыз де, сонда көнеді" дейді. Үйіне барып жаңағы сөздің бәрін айтады. Мақұл деп көнеді. Енді екеуі саудагердің 2 түйесіне мініп жөнейді. Қожайын саудагер айтады, "Айдаһар суға шыдамайды, өзің жасырып су ал" дейді. Мақұл деп өзіне су алады. Екеуі жол жүріп келе жатып көп жерге өн соң, "Су тап шөлдедім" дейді әйел. "Ойбай, ана ойда, мына ойда" деп біраз жол жүреді. Көнбеген соң, "Сен осы жерде тұр, мен су алып келейін" деп саратанында қамшылап жөнейді. Bir уақытта айғай шығады, "Өлдім" деп. Қарамайды айғайға. Енді жауын болып ылғырық шамалы тұрады да шарт етіп басылады. Барса, көкжал боп айдаһар жатыр.
алдын орап арқа терісінен кесіп алады. Енді амандықпен елге барған соң осылардың бәрін айтады.